Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге күнделікті және мерекелік дастарханға арналған керемет салат рецептін ұсынамын. Видео қызық болса, оны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен қайнатылған тауық етін дәл видеода көрсетілгендей 4 бұрыш етіп турап аламыз. Одан кейін 200 грамм консервіленген ананасты да мінекей осылай тураймыз. Келесі кезекте 50 грамм ірімшікті үкіштің ірі көзінен өткізіп аламыз. Және қайнатылған жұмыртқаны да 4 бұрыш етіп тураймыз. Ал енді ыдысқа осы өнімдердің барлығын саламыз және қасына 150 грамм жүгері мен 100 грамм жаңғақ қосып, майонез салып, жақсылап араластырып аламыз. Айтпақшы достар, бұл қолдың майонезі, рецепт сілтемесін осы видеоның астында қалдырамын. Осымен салат дайын достар, өте оңай және дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, бұл салат сіздердің көңілдеріңізден шығады. Достар, бұл рецепт сіздерге ұнаған болса, оған лайк басып, пікір қалдырып, дос құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар каналға тіркелмеген болсаңыздар, сіздерді өз арнамда күтемін. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.